қайса есен жаңа. Әсемдей келіншекпен шығып отыр, ағайын дидар дейтін жас ер бала. Бұл әсем ошақтары от болғанда, дидарда оттан қайтпас көсеу ғана. Келіншекті айқасып жеңе алмайсың,
Анау не отырсың қатты болып, дидарға қалдыңыз ғой нақты келіп. Біреудің алмасында неңіз бар деп, көңілің тұр шадыман шақты болып. Қарным ашқан кезде жүгіруші ағалар отырғызған бақты көріп. Неге келдім білмеймін өзгелердің әйелдері тұрарын жақсы көріп. Біреудің бақшасында тұрған алма көрнекте тұрады тәтті болып. Әсем-ау ел ішінде дарасың ба, қабағың қайныңның бағасың ба, бұлаққа апарамын деп айтып ед, бекарыстың сөзінен адасың ба, апармасам өзім-ақ апарайын сол бұлаққа менімен барасың ба.
әттеңімдей мына қыз барар ғой мұңлы болып. Келіншектер осындай болады енді шығарып ел алдында түрлі қылып. Жоқ еді кемдігіміз сөзге біздің, әзілі ұрып тұрау көзге қыздың. Мен дарғынмын деп жатып көрдіңіздер, осылай айтатынын сезгеміз мың. Қос арғынын финалға шығып кетті, айтыста жол болмай өзгеңіздің. Қос балдызы шыққанға қарағанда билігі жүріп тұрау жездеңіздің. Жақсыда жырау емеспін, сөзін бұлдап аталған, жаманда жырау емеспін, таусылып сөзі тақалған. Осындай асыл сөз қалған, дүріңға дайын атанған. Ой талай деген сөздерің кем емес ақпен шапандан. Алдыңа келді ағайын, осынау алыс сапардан, қарағандыдай шаһардан. Арқандар шыққан азулы, осынау алыс алаңнан. Не бір жыршы дүректен, жаңылмай сазбен мақамнан. Өлмеге қалған ұрпаққа ақ жаулықты анаңмен, ақ сақалды атаңнан. Бізді де енді қолдай бер, келгенде алыс сапардан. Менде де арман жоқ шығар, Сүлейлерді тупырған, сырдың елінен бақалған. Ақындарымыз өте жақсы айтысты. Әсіресе түске шейін айтысқан ақындар тобы жақсы болды. Бұл өзі шабытын келетін нәрсе. Бұл өнердің ең басы деп мен басында айтқанмын. Өнердің, барлық өнердің ең атасы бұл қазаққа сіңген, қазаққа қонған айтыс өнері. Сондықтан халықтың делебесін қоздырып, халықтың намысына тиіп, кемшілікті айтатын жерлер бар. Ол да дұрыс. Қандай бір шығарма болмасын, ылғи жақсыдан тұрмайды. Оның арасында жаңағы Бекежан сияқты біреу көп кетіп, кішкене қойып атпаса, ол шығарма шықпайды. Сондықтан бірі кем, бірі қарсы, бірі жаңағы жағымды, жағымсыз образдар болып келеді. Сонда жақсы туынды туады. Бұл әлемде сонау Шекспирден бастаған дүние. Сондықтан бізде де эпостарымызда халықтың осындай жырларымызда келеді. Сонымен өрке, сонымен қойыланады. Бүгін ақындарымыз айтып жатыр. Кішкене былай кемшіліктен басып айтпаса, кемшіліксіз ел болмайды. Қандай адам кемшіліксіз болмайды. 100% тап-таза адам кездеспейді. Ол да жақсы емес. Бір мезгіл бір шәлкес мінезі болады. Әсіресе талантты адамдардың мінездері шәлкесте болып келетін жерлер болады. Қисықта болып келетін
Бірақ сол әсіресе солардың ақындардың ішінде сондай көп болады. Мінекей бүгін маған ақындардың бәрі ұнады. Сондықтан мен маған қасымдағы Лена айтып жатыр, ағам мен бәріне оң қойып отырсыз. Мен айттым, бәріне отыр, маған қалай енді оң қойып. Төрт ақынға ешқайсысын айырып жармай 1.000 доллардан сыйлық бергелі тұрмыз. Бұл төрт ақын Айнұр Тұрсынбаева, Астана, Еренбай Күзембаев, Астана, Келінің қаласы, Айтбай Жұмағұлов, Қарағанды облысынан келген ақын, және Бекаш Шойдек. Енді үшінші жолы дайындалған жол тапсыра бастаймыз. Қазір тапсыра беріңіздер. Техниканың үшінші орын үшін 500 мың теңгеден әр ақынға. Әбілқайыр Сыздықовқа техника. Дәл осындай үшінші орын Серікзат Бейсенғазиевна, Астана. Сізге отырып берсеңіз olur. Және үшінші орын жеңіл ақынымыз Сара Тоқтамысова, Астана, Алматы. Екінші орын бар еді, 1 миллион теңгеден. Бұл екінші орынның біреуіне Нұрмат Мансұров дауысы беріп отыр. Халықтың сұрауы бойынша Диlara'ға Ағайын байқаттырмын қалғаным көп. Мен ешкімден жеңіліп қалғаным жоқ. Сәуелдерді туғызған сыранамнан қандай да ұялсам да арманым жоқ. Бас жүзде соғының Дидар Хамидовна Қарағанды облысынан келген. Сарқылмай бойымдағы өлеңгені осы ғой балаларыңның еленгені. Ағайын өздерінің ықыласын дәл бүгін көсегемнің көгергені. Кездеме әзір қылып айта салайын. Уәдесінде тұрды ғой бөгелмеді. Әкенің ақылы кездедей ақ деген сөзі бұл жолы дәлелдеді.